Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет тағам дайындайтын боламыз. Керек заттың барлығын описание бөліміне жазып қалдырдым. Бұл тағамның аты французша ет, яғни мясо по-французски. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен картоплымызды алып, турап аламыз. Мен қаншама рецептерді көрдім, көбісінде картошка піспей қалады екен. Ал менің рецептіме жасасаңыздар, міндетті түрде картоптарыңыз пісетін болады. Яғни ол пісу үшін осылай әдемілеп жіңішке етіп ұзыннан турайтын боламыз. Мінекей осылай әдемілеп енді кезекте бізде пиязымызды осылай кубик етіп майдалап тураймыз. Әдемілеп. Мінекей. Енді кезекте бізде етімізді осылай ет жегіштен шегілген ет. Ең алдымен тұз қосамыз дәміне қарай. Одан кейін осындай үгітілген чеснок. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мен осылай салам, сонда өте дәмді шығады. Одан кейін қара бұрыш саламыз. Барлығын бірге араластырамыз бірігу үшін. Ең алдымен осындай шыны ыдысымызды майлап аламыз. Яғни күнбағыс майын жағып аламыз. Оның үстіне ең алғашқы болып бірінші картошкамыз, яғни картоплымызды саламыз. Әдемілеп, қалың емес, жұқа да емес, орташа ғып жайып аламыз. Кішкене үстінен тұз септім мен. Одан кейін майонезді өте жіңішке қыласыздар, яғни көп сеуіліп кетпесін, осындай әдемі болып жұқа-жұқадан. Одан кейін кезекте бізде паршымыз, яғни шегілген ет. Видеода көріп тұрғандай әдемілеп жайып аламыз барлығын осылай бір-бірінің үстіне. Оның да үстінен майонез жағамыз. Оның үстіне пиязымызды саламыз. Яғни осындай бір ыдысқа жасайтын болсаңыздар, бір пияз, бір жарым картошка кетеді. Мен мына жерде картошка көп қылған себебім, біздің үйде адам кішкене көбірек болған екен. Мен екінші ыдысқа да жасадым. Екінші ыдысқа пияз алып істедім. Оның бетіне мінекей әдемілеп помидорымызды, яғни қызанағымызды қойып шығамыз. Осылай әдемілеп, осылай болып пешке саламыз. 200 градусқа 45-50 минутқа. 45-50 минут болғаннан кейін духовкадан шығарып, үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз әдемілеп. Мінекей мен екінші посуда, бана видеода көрсетемін деп ұмытып кетіппін. Екінші посудамызға да тура өйстіп сыр саламыз. Мінекей сырымыз кішкене бір 5 минут тұрғанда ериді. Сыр ергенде аламыз духовкадан. Осылай сырымыз еріген кезде аламыз, яғни 5 минуттай тұрады. Одан кейін осындай укроп саламыз. Осындай әдемі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса комментария қалдырыңыз, лайк басыңыз, маған тіркеліңіздер.